Anamның туылған күніне не алсам екен? Пластигінде 180 мың сом пұл қалды. Мақұл, базарға барып көре берейін. Бір іләжі болар. Не болды саған? Аманлық па? Ішім? Қай жері ауырып жатыр? Жүре аласың ба? Жүре аласың ба? Мінекей, мына дәрілер тез алып келің. Яқшы. Ассалаумалейкум, апа. Уалейкум ассалам. Сізде мына дәрілер бар ма? Бар. Hazır. Бар болса тезірек беріп жіберің, өтініш. Hazır. Қанша болды? Hazır. $360 мың. 360 мың? Ава. Апа, қазір менде 180 мың сом пұл бар еді. Қалған ақшаны кешке беріп кетейін. Бірақ дәрілер қатты зарар болып тұр. Қарасып тұрың, апа, өтініш. Яқ, қарызға дәрі бере алмаймыз. Апа, дәрі зарар болып тұр. Егер сенбесеңіз, міне, студентлік гуалығым бар. Мен саған айтып атырман ғой, қарызға дәрі бере алмаймыз. Апа, болмаса телефонымды кіруге қойып кетейін. Беріп тұрың, апа. Кешке дейін қалай болмасын ақшаны беріп кетемін. Сен де мен түсін, менің де бала шағам бар, кішкентай балаларым бар үйімде. Әркімге осында қарызға дәрі бере берсем, менің нем қалады? Апа, өтініш. Дәрілерді беріп тұрың, кешке дейін беремен ақшасын. Басымда ауыртпаш, қой, басқа жаққа баршы бар, басымда ауыртпа мен. Гапке түсінеспе өзі, қарызға бере алмайман деп атырман саған. Сізде де перзент бар шығар. Қалай адамлар? Доктор, баланың ахуалы қалай? Баланың жағдайы қазір жақсы. Сен осы жерде отыра тұр, кетіп қалма. Толтыратын хүйжетлер бар. Яқшы. Тоқтар. Менің балам Айназаров Сұлтанбек осы жерге түсті деп еді. Жаңа маған қоңырау келді. Баланың жағдайы ауыр деп. Айназаров Сұлтанбек. Сіз оның кімі боласыз? Сұлтанбектің анасымын. Сіз кімсіз? Кешірерсіз. Мен ол баланы танымаймын. Тек қана көшеде мазасызланып отырған үшін не қыларымды білмей осы жерге алып келе. Құдайға шүкір балам. Мен бағана ақмақшылық қылған екенмін. Кешірім сұрамаң.
Gap keşirүү uyamasa keşirmeslikte емес. Бұл дүнияда insan ылығын сақлап қалған адамдар да бар екен. Жағдайды түсіндіріп едім, жәрдем берді. Рахмет. Сені тәрбиялаған ата-анаңа мың рахмет. Берекет тап қойсаң, балам. Ондан кейін балаңызға жақсылап қараң.